Давлениені емдеудегі топ 3 қателік. Егер де сізге гипертония диагнозы қойылған болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Біріншісі, давлениені тек қана көтерілген кезде ғана каптоприлмен немесе физиотенспен ғана түсіріп отыру. Бұл нәрсе тек уақытылы ғана эффект беріледі, және де бұл давлениені тек қана ситуативті түсіріп, оның толық еміне жатпайды. Екіншісі, давлениенің дәрілерін 1 ай немесе 2 ай курс ретінде ғана ішіп, оны тоқтатып қою. Гипертония ол инфекциондық немесе вирустық ауру емес. Сондықтан оның емі 7 күн немесе 10 күнді құрамайды. Ол ұзақ уақыт бойы тұрақты түрде емделетін созылмалы аурулар қатарына жатады. Үшінші қателік, дәрігердің берген дәрісін, дозасын немесе уақытын өзгерту. Немесе мына көршіме осы дәрі жақсы көмектесті екен деп, берілген дәріні сол басқа адамның дәрісімен алмастыру. Белгілі бір дәрілер сізге көмектескенімен басқаға көмектеспеуі мүмкін. Басқаға көмектескенімен сізге ол дәрілерді қабылдауға қарсы көрсетілген болуы мүмкін. Сондықтан оның барлығы дәрігермен бірге ғана ақылдаса отырып тағайындалатын терапия болып саналады. Сондықтан қан қысымын уақытылы бақылаңыз. Терапияны тек дәрігеріңізбен ғана ақылдасыңыз, және де парақшаға жазылуды ұмытпаңыз. Мен доктор Жансая, парақшада давление туралы барлығын түсіндіремін.